Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, табиғи, бар жоғы 2 апельсиннен жасалатын шырын дайындайтын боламыз. Керекті заттар: 2 апельсин, 2 ас қасық лимон қышқылы, 1 стакан қант және 5 литр алдын ала қайнатылып суытылған су. Апельсиндерімізді алдын ала 2 сағатқа тоңазытқышқа қойып қойған жөн. Достар, міне апельсиндерімізді жуып, осылай өзімізге қажетті пішінде уақтап кесіп аламыз. Мен апельсиндерімді қазір ет тартқыштан өткізетін боламын. Егер де сізде ет тартқыштан өткізгіңіз келмесе, миксеріңіз болса, миксермен өткізсеңіз болады. Ет тартқышымызды қосып, жаймен бір-бірден сала отырып, апельсиндерімізді тап осылай өткізіп аламыз. Міне достар, бізде апельсиннің езбесі дайын болды. Шағындау ыдыс алып, езбемізді саламыз, үстіне алдын ала қайнатылып суытылып тұрған суды құямыз. 2 литр су. Жақсылап тұрып, қасықпен араластырып, қақпағын жауып, тоңазытқышқа кем дегенде 2 сағатқа қойып қоямыз. Достар, міне біздің 2 сағатымыз өтті. Алдын ала кенде ыдыс, менде 5 литрлік табақ, соған 3 литрлік қайнаған суымызды, суып тұрған суымызды құямыз. Бетін тап осылай мықтап тұрып мәрлімен жауып, жаңағы тоңазытқыштан шыққан езбемізді өткіземіз. Достар, егер де сізде сита болса да, ситаны өткізуге болады. Міне, жайлап тұрып, ақырындап шешеміз. Сосын бүкіл жаңағы мякотының қасындағы дәмді шырынның бәрін қолымызбен езгілейміз. Жақсылап тұрып, бар күшімізбен сығамыз. Міне қараңыздаршы, бүкіл соктарының бәрі осы жерде. Сығып болдық. Енді қасықпен араластыра отырып, 1 стакан қантымызды саламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз, бүкіл қанты еру қажет. Енді 2 ас қасық лимон қышқылы керек. Ас қасығымызды толтырмай саламыз. Лимон қышқылын лимонның өзімен алмастыруға болады. Ол үшін жарты лимонды жақсылап тұрып сығуымыз қажет болады. Достар, біздің согымыз дайын болып қалды. Жақсылап тұрып қасықпен араластырамыз. Беттің қақпағын жауып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Өздеріңізге ыңғайлы болу үшін 1-1,5 литрлік бутылкелерге құйып салып қойсаңыз болады. Достар, қараңыздаршы, біздің бар жоғы 2 апельсиннен ғана жасалатын табиғи, таза, ешқандай химиялық қоспасыз магазиннің шырынынан 1000 есе артық табиғи шырынымыз дайын болды. Түсін қараңыздаршы, өте қанық. Сіздер де тап осы сокты өздеріңіздің балаларыңызға жасап беріңіздер. Соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырып, лайк басып кетіңіз. Сау болыңыздар.